Так, біз бүгін сливки 33% және сгущенкамен мороженое жасаймыз. Қазір видеосын салып қоямын, осында түсіріп. Қайырлы күн баршаларыңызға. Мінекей сливки 33% және сгущенка. Осыдан мороженое жасаймыз. Мынаны бірінші әбден ағарғанша миксерлеп аламыз. Менде мынандай миксер. Бірінші мынау салқын болған жақсы. Салқындатып алғандарыңыз дұрыс. Бұл примерно 1900 ба 2000-дай тұрады. Мынау 250 миллиграммдық. Мынау 500-600 теңге тұрады. Енді реті келсе три желаниямен деп айтады жұрттар. Мен мынандай сгущенка алдым, сластена деген. Мінекей бағана қой сұйық сүтіміз мынандай болды. Енді осыған сгущенканы полный құямыз. Сгущенканы. Осыны бірге не істейміз? Миксерлейміз. Осыны бірге миксерлейміз. Так, сіздер мынаны холодильникке осындай ыдысымен салсаңыздар да болады. Болмаса андай вафли стакандар сатады, немесе қолдан пісірсеңіз де болады. В основном сатады, қанша екен білмеймін. Мен осы ыдыспен саламын, осылай қатырып қоямын холодильникке. 4-5 сағаттай көреміз. Қанша сағат екенін айтамын қазір. Алда. Холодильникке кетейін деп жатыр. Холодильникте ештеңе жоқ. Мынау деген күшті мороженое болып тұр екен. Уже көріп жатырмын, мынандай біреуін жеп көрдім. Күшті болып тұр. Дәмді болып тұр. Семейный жейтін мороженое болып тұр екен. Кәдімгі мороженое.